Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәулет өнері бөлімінен әртүрлі көңіл күйдегі музыканың сәулет өнерімен байланысын тауып талқылауды, дүние жүзіндегі атақты опера театрлары мен Қазақстандағы Астана опера театрын салыстырып талдауды, музыкалық шығарманың әннің сипатын, мазмұнын, көркемдеуіш құралдарын анықтауды және салыстыруды, музыкалық көркемдеуіш құралдарды, штрихтарды ажыратуды және қолдануды, сәулет ғимараттарының және музыка шығармаларының формаларын талдап ажыратуды, музыкадағы шумақтық қайырмалы формаларды ажыратуды үйренесіңдер. Ал музыкалық сауат бойынша ән, форма, шумақтық қайырмалы форма, ырғақтық сурет, музыкалық көркемдеуіш құралдар, динамика, екпін, дыбыс бояу, яғни тембр, регистр, штрихтар легато, нон-легато, стаккато, театр, опера сияқты терминдер мен ұғымдарды танып білетін боласыңдар. Әсемдік пен әдемілікті, музыканы жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім. Біз музыка деп әртүрлі көңіл күй сезімді, немесе құбылыстар мен оқиғаларды әуенмен бейнелеуді айтатын болсақ, сәулет деп сәулет өнерін құрылысты, жобалау, салу, оған көркемдік бейне беруді айтады. Мына картинада бейнеленген бейбітшілік және келісім сарайы архитектуралық құрылыс кешені, сәулет өнерінің бірегей туындысы. Ол Астана қаласындағы қолдан жасалған жота үстінде орналасқан. Балалар, қазір енді мынандай сұрақтарға жауап беріңдерші. Сәулет дегеніміз не? Сенің қалаңда немесе ауылында қандай әсем ғимараттар бар? Неліктен сәулет нысандары әртүрлі? Олар не үшін қажет? Бәрекелді балалар, енді біз қазір логикалық ойын ойнайық. Бейбітшілік және келісім сарайы сөз жұмбағын дұрыс шешсеңдер, мына сұрақтың жауабын табасыңдар. Бейбітшілік және келісім сарайын ел арасында қалай атайды? Балалар, қазір біз үш сәулетті нысанды салыстырайық. Бейбітшілік және келісім сарайы, Экспо 2017 көрмесінің Нұр әлем кешені, үй жұмыртқа. Олар бір-біріне ұқсамайды және ерекше керемет формасы мен пішінімен адам көзін тартады. Олардың формалары қандай және неше бөліктен тұрады? Сәулетті нысандар мен музыкалық шығармаларды, мысалы әндермен салыстырып көрсек, онда олардың арасындағы қандай байланыс пен айырмашылықты көруге болады. Ал енді қазір музыкалық сауат сәті. Форма дегеніміз түр, кескін, сыртқы бейне, әдемілік. Музыкалық форма музыкалық шығармада бөлімдер мен бөліктердің белгілі бір тәртіппен орналасуы. Вокалдық музыкада негізгі формалардың бірі шумақ және қайырма. Шумақтық форма вокалдық музыкадағы ең қарапайым форма. Шумақтық формада музыка әуені қайталана береді, ал өлеңі мәтіні өзгереді. Бүгінгі музыкалық саяхатымыздың тағы бір жарқын сәті келді. Бұл жаңа ән үйрену. Біз бүгін киіз үй әнін үйренеміз. Әуелі мәтінмен танысайық. Шопан үйі аулақта, қақтырғандай таңдайды. Ауып келген тау жақтан, ақша бұлттан аумайды. Қарап шықтым біртіндеп, жасауларын жарасқан. Төбедегі түндіктен көрінеді көк аспан. Көрінеді көк аспан. Ха-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Көрінеді көк аспан. Керегесін түргенде самал есіп тұрады. Таңғажайып бұл бөлме маған қатты ұнады. Еркін ойнай аласың, киіз үй ғой дұрысы. Тұрғызатын баланы, жоқ ешқандай бұрышы. Көрінеді көк аспан. Ха-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, көрінеді көк аспан. Енді балалар, әннің мәтінімен танысып болған соң, әрине кезекті әуенге береміз.
кийиз үй тууралуу жумбактарды чечейик. Төбедегі көзінен күн сәулесі түседі, бұрышы жоқ төрінен самал еркін еседі. 72 найзаны біріктіріп ұстап тұр, ата-баба мұрасы ол, ие болар ұрпағы. Қабырғасы тор көз, төбесінде зор көз. Тұмсығын тесіп, жүннен бұйдай есіп, қазыққа байладым. Келсең жолды ашады, кетсең жолды жабады. Даланың тайраңын қаз қатар тұрғызып, 30 жерден байладым. Дөңгелек үйдің қарашы бар жыланмен белін будым. Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымызда сендер сәулет өнерімен таныстыңдар. Және осы тақырыпқа байланысты көптеген тамаша тапсырмаларды ойдағыдай орындадыңдар. Жарайсыңдар. Біз бүгін жаңа ән, киіз үй әнін үйрендік. Енді әдеттегідей көңілді әуенмен мен сендермен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.